Оқушы, мұғалім, ана, мүдір, бала деген қай сөзбен тіркеседі? Қыстауынан кім айтады? Ал? Ұстаз қылған жалықпас үйретуге балаға. Тамаша, өзін бағалаймыз ба? Енді ғашық, махаббат, жүрек, сезім, тіл деген осы сөз қай сөзбен сәйкес келеді? Махаббат. Қыстау. Қыстауы. Ашықтық жайлы. Ой, көрдім. Ашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көрде ішін біл деген. Мысалы, ғылым таппай мақтанба деді. Тағы да басқа нұсқалар бар ма? Тексеріп көрейік. Дұрыс, иә? Ал енді бағалаймыз өзіміз. Ал енді өздерінің топтарын бағаласындар. Мына жерде өте жақсы, жақсы және қанағаттанарлық деген бағаны анау жерге барып бағалаймыз өзіміз. Жақсы, тамаша балдарды. Енді белгі көреміз. Қай топ бірінші болса, белгі көреміз. Бәрін кім шығады? Бәрін шығайды, бәрін. Үзінді, ынсап, ұят, арманғыз, сабыр талап. Бұл Абай Құнанбаевтың өлең сөздің патшасы өлеңнен үзінді. Біреуі көк, біреуі жер таңғысы, адам үшін барысы қызыл қанға, ол қан сонарда. Басқа қасына берейікші қаны? Даланы жым-жырт дел салғып, түнде салдарды салбырап деген бұл қараңғы түнде тау деген өлеңнен үзінді. Тауғалық деген, иә? Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Бұл Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңнен үзінді. Дұрыс. Ақыл қайрат жүрек бірде ұстап сондай толық боласың елдің бөлек деген бұл өзгеге көңілімді. Мұзды. Тыңдамаса еш адам өз жүрегін толғансын деген өзінді, әуелде бір суық деген өлеңнен үзінді. Дұрыс. Алыстан сермеп жүректі тербеп деген өзінді Абай Құнанбаевтың сегіз аяқ өлеңінен үзіндісі. Дұрыс, тамаша. Дұрыс па балдар? Отырамыз. Бағалаймыз. Бұл топта. Табаны сәйкестендіреміз. Яғни өлең жұмақтары қай өлеңнен дейсін екен? Түсінікті ғой балдар,
болады.